Бәріңізге ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бірге Қазақстан тарихы арнасы. Бүгін біз Махамбет Өтемісұлы атамыздың жан түршіктірерлік өлімі туралы айтатын боламыз. Ал ендеше достар, сіздерге айтатыным лайк басып, каналымызға тіркеліп кетейік. Және де бұл видеоны басқа да достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Ендеше видеомызды бастаймыз достар. 160 жыл бұрын, яғни 1846 жылы 20 қазанда Ақжайық өңірінде қанды оқиға орын алды. Ол Махамбет Өтемісұлының жан түршіктірерлік өлімі еді. 1846 жылы қазан айында Орынбор қазақтарының батыс бөлігінің билеушісі Сұлтан Баймағамбет Айшуақов патшаға адал қызмет етуге берілгендігін дәлелдеу үшін Махамбетті өлтірудің жоспарын жасайды. Және де ақынның өзін тікелей тірілей қолға түсіріп әкелген адамға ескі патша ақшасымен 1000 тиын, ал басын кесіп әкелген адамға 500 сом төлейтінін жария еткен. Мұндай қылмысты жасай алатын да адамдар табылды. Махамбеттің басын әкелер кезде Баймағамбеттің қасында Шернияз ақын да отырған болатын. Ықылас оны қызыл подносқа салып, бетін мақпал матамен жауып әкеледі. Сұлтан, қандай сыйлық әкелдің деп матаны қанжардың ұшымен ашып қалғанда подноста Махамбеттің басы жатады. Шернияз әуелі бұл кім деп ойлайды. Ұзақ қарап ақынның басын таныған соң айқайлай далаға шығып жөнеледі. Ал достар, осы қысқаша мәлімет ұнаса, каналға тіркелейік. Ендеше сау болыңыздар, қазақ бауырлар.